Иә, құрметті әріптестер, біз енді өзіміздің жәнегі жобамызды ары қарай жалғастырамыз. Қандай сұрақтар туындады, енді осыны біз өзіміздің бағытымызды айқындап алайық. Қазір интернетке қарасаңыздар, бұнда өте көп бағыттар бар. Кез келген бағытты бірінші біз өзіміз айқындап алайық. Ол енді бағыт неге байланысты? Сіздер тақырыпты қалай таңдайсыздар? Тақырыптың мақсаты, міндеті, тақырып бізде өте көп. Жолы бізде бір әлеуметті мәселе ғана айтылды. Бірақ тақырып. Ал негізінде бізде тақырып өте көп. Айталық, қазір бізде университетте, колледжде, мектепте қазір бізде тақырып өте айталық өте шектеулі. Ал ақпарат, бізге керек ақпарат өте көп. Мысалы, бізде қазір мектепте айталық тарих пәні бар, география пәні бар. Тарих, география пәнін біз айталық кітапқа қарамай-ақ біз өзіміздің цифрлық картография арқылы оқуымызға болады. Міне осында Google-дағы жәнегі Cloud сервис деген бар. Cloud сервис арқылы өзіміздің тақырыбымызды таңдауға болады. Міне мынау жүктеле берсін. Екінші, бізде қазір дүние жүзінде ең күрделі мәселе бұл климаттық өзгерістер. Бұл қазіргі таңдағы өте үлкен проблема. Айталық, climate change деп алатын болсақ, міне осы бір мәселенің ішінде бірнеше технология бар. Бұған нелер келеді? Бұған қарасақ, енді ауа райы тағы басқа деп айтамыз ғой, бірақ бұған бірнеше мәселелерді біз алып кете аламыз. Бұған не кетеді? Экология, биология, химия, ғарыш, аэронавтика, сосын география, геология сияқты. Бірақ бүгінгі таңда мына климаттық, climate change проблемасы бұл өте керемет. Мектепте мынандай сіздерге бермейді. Біздің студенттерде мынандай дайындалуға мүлдем уақыттары жоқ. Мектепте бұны айтпайды, жазбайды. Қысқасы, бұған көбірек назар аудару керек. Кез келген алайық, мысалы, бұның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының ұсынып отырған бізде бағдарламаларына көруге болады. Қайсысын алсақ та, мысалы, міне бір жобаға кіріп көрейік. Міне бір жобаның ішінде қараңыздар, қаншама бізде деректері, дайын деректер, ғылыми зерттеулер деген сияқты. Bunu енді кейін бөлек айтамыз.
мына программамыз қосылды ма? Мына программаны да қосып алуға болады. Сосын енді бізде қазір қандай бізде жағдайлар бар, қандай мүмкіндіктер бар. Міне соңғы сайтты қарап отырмын. Міне соңғы сайтты, қазір мына сайт сіздерге беріп қояйын. Сіздер осыған өздеріңіздің ойларыңызды қосып, жазып отырасыздар. Соңғы бір сайтты беріп қояйын, мінекей. Міне осыған кіріп тіркелуге болады. Бұл ең соңғы, міне өте көптеген сіздерге мүмкіндіктер отыр. Тағы да қайталап айтам, бұған оқушы, студент, магистрант, докторант, мұғалімге байланысты емес бұл. Барлығы. Міне табиғаттың әр алуандылық туралы. Сосын бүгінгі мына климаттық өзгеріс тағы да міне жерде қаржыландырылады екен. Мынаған кіруге болады. Мысалы, мына жерде міне Норвегия деп жазды, Норвегия. Міне мына жерде Норвегияда және жетекшілер, сонымен қатар жас ғалымдар, зерттеушілер. Енді бұған кішкене дейді бір жылдан көбірек ертерек ат салысуға болады. Міне бұлар өздерінің сайттарын көрсетіп отыр. Міне сайттарына кіресіз. Міне сайт бірден қосылды. Мына сайттарына кіресіз. Мына жерде міне Брикс деген платформа отыр. Сосын бұларды енді солтүстік Европа деп айтады ғой. Міне бұның барлығы енді ағылшынша, егер қиналып жатсаңыздар, мынаны аласыздар да. Мынаны аласыздар да, ағылшынша қиналып жатсаңыздар, алып бұлай сол күйінде мені переводтауға болады. Оны переводчикті білесіздер ғой. Міне жерде қалай кіру керек, не істеу керек, қандай бағыттар, сізді не ойландырады. Сондықтан міне жерде тіпті қаржы көрсеткіштерін де айтып отыр. Қанша қаржы керек. Барлық тақырыптар бар. Айталық, мына жерде міне денсаулық сақтау мәселесі дейді. Міне жерде бүгінгі цифрлық сервис, бүгінгі технология индустрия. Сосын мына жерде қарап отырғандай әрбір тақырыпқа байланысты. Міне жерде қайтадан міне климаттық өзгерістер тағы да. Қысқасы мынаның бәріне отырып тіркелудің ешқандай қиындығы жоқ. Әрине олар сіздер бірден тіркемейді. Мен сіздерге біреуін ғана көрсетіп жатыр. Енді даунлоуд дейді, яғни мынадарды сіз жүктеп алсаңыз болады. Жүктеп түсінбегендеріңіз переводчиктен аударып. Енді әрине тіл білу керек, енді ол тілді білмейміз дегендерің енді қалай енді. Бүкіл әлемдік технология ағылшынша. Онда тұрған қандай қиындық жоқ, түсінбегендеріңізді ағылшынша аударып аласыздар. Мына керемет сайт екен. Мына сайтты да жазып қояйын, ертең осыған кіріңіздер, оның бәріне бізде қазір уақыт жетпейді. Көп сөйлеп кетсек, тағы да түсініксіз болып кетеді. Міне бүгінше енді осы екі тапсырма жетеді. Жалпы міне грант, қаржы гранты олар қалай болады? Мынаны міне сіздерге жүктеп қойдым. Енді бүгінгі мен айтайын дегенім сіздерге бұл мына біздің
ғылыми техникалық ақпарат орталығы дейді. Бұл ғылыми техникалық ақпарат орталығына бұған сіздерді бірден кіргізбейді. Бұған кіру өте қиын. Бірақ сонда да настойчивый болу керек, настойчивый. Бұған кіресіздер, міне мен қазір кіргеннен кейін мені бұлар бірден шығарып тастайды. Сіз мен базаға кіріп кеттім қазір. Бұған базаға кіру өте қиын. Бірақ міне жерде барлық ақпараттар бұлар біздің Қазақстан Республикасы үкіметі, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы мәдениет спорт министрлігі, Қазақстан Республикасы цифрлық даму деген бар. Қасы бірнеше жәнегі министерство жыл сайын көп қомақты ақшалар, қомақты қаражат бөледі, оны көп игерілмейді. Сондықтан айналайындар мұқият болыңдар. Ең соңғы 5 мамырда 2022-де жіберіпті. Мен оны бағана сіздерге жібердім, міне сіздерден қара, мен не деп жібердім екен сіздерге. Мен қазір артқа қара кетіп қалатын болса, мені қайтадан бұларды шығарып тастайды. Міне мен басында сіздерге бағана көрсеттім, солай ғой, не дедім міне? Мұның басы, міне бас жағына келіп жатыр. Міне барлық қолдап жатыр. Міне сайт осылай деп аталады. Бағана көшіктеріңізден көрмей қалдыңыздар. Міне жерде английский, казахский, русский деп тұр міне жерде. Міне жерде английский деген басасыз. Сіз мына жерге почталарын жазасыздар. Почта жазғанда қалай мысалы? Мысалы фамилияңызды, өзің почтаңызды негізі ана gmail.com бұларға керек жоқ, бұларға mail.ru-мен кіріңдер. Мысалы mail.ru почталарыңды басасыңдар, басқаны кейін бұлар сіздерде пароль сұрайды. Парольді алу өте қиын. Бірақ парольді мынандай болу керек. Мысалы, ең бірінші айталық сенің атың болады, Әсем. Сенің атыңнан кейін бір жылды қоясың, мысалы 2022 деп. Онан кейін сіздерге анандай доллар немесе номер немесе собачка, сол номерлерді қоясыздар, сосын міндетті түрде бір басарып керек, бір плюсті қою керек. Осылай олар сіздерден талап етеді. Егер екінші жол шығып қалсаңыздар, тура сіз соны қоясыз, парольға. Мысалы, Әсем 2022, онан кейін доллар, собачка. Енді ең соңында, мысалы, бағана сіз бір әріпті жаздың. Мысалы, Әсем досы А плюс деп жаздың, Ал енді сен шығартасыз, келесі жолы осыларды жазып келесіңдер, А плюс демейсіңдер, енді G плюс деп өзгертуге болады. Сонда кіріп кетесіз. Мына жерде 24 күн қалғанын айтып отыр. Мына дегені сіздерге. Жас ғалым дейді, 22 және 24 жылға. 2 жылға сіздерге қаражат береді екен. Сосын мына орталық жаттабаңдар ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы. Сосын осы жер түсінікті ғой. Міне бұны мен бағана сіздерге жібердім. Міне жерде бағана мен жазғанды да сіздер оқып отырасыздар деп ойлаймын. Мынадарды міндетті түрде оқыңыздар. Яғни Абай ата ұрпақтары жалғастырамыз. Егер спонсор болса тағы да өткіземіз. Спонсорлар табылып жатыр. Мұнан кейін осындай семинарлар өткіземіз. Барлығы ақысыз. Сосын қай тақырып керек мысалы. Мысалы, Назеркеге айталық тұщы су проблемасы. Ол бір бөлек проблема. Бұл енді біз балабақша, әлеуметтік педагог, сосын жаратылыстану ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар деп алдық қой енді біз жалпылама. Енді бұдан былай қарап бізде ондай бос сөз болмайды, енді нақты.
Міне жас ғалым жобасы, яғни бұл жерде айттық біз 20 миллионға дейін сіздер ұсыныс жасай аласыздар. Сосын тіркелесіздер, тіркелгеннен кейін сіздерге почтаға не келеді екен? Жерде почтаға келді ме? Почталарыңызға не түседі? Ақпарат келіп түседі. Міне кірген кезде міне мынандай данный болып шығады сізде. Қараңыздар. Мінекей, міне жерде бірден міне ұлттық техникалық орталық деп тұр. Мынаның ішінде барлық жазылған. Міне сіздердің мына заявкаларыңызды осы толтыру туралы. Бұған сіздерге бірден тағы доступ бермейді, ол үшін міне мынандай почталарыңызға мынандай данный келеді. Мұнда не деп тұр? Міне АО дейді, НЦГ-НТЭ дейді. Міне сіздің поштаңыз міндетті түрде Mail.ru болу керек, сосын 736-70 деп маған келді. Және оны ешкімге бермейсіз. Бірақ ол осы сіздің кіріп шыққаныңызға ғана беріледі. Қазір сіз шықсаңыз, оның жойылып кетеді. Не код келеді, енді міне қыздар сұрап жатыр, не істейміз, қайтеміз деген сияқты. Міне осыны тезірек сіздер бітіріңіздер. Енді оның мен тездеп жатқаным ол не ғой енді? Асықтырғаным ғой. Міне кіргеннен кейін сіздерде міне мынандай бағана пайда болады. Міне сізге бірден сіздер келесіз, сіздерге аккаунт береді. Тағы да қайталап айтамын, мына үкімет бұл ойыншық емес. Бұнда қыруар, міне шексіз қаражат. Бірақ соны дәлелдеу керек, оған бас керек, басты жұмыс ету керек. Жалғыз істесең тағы да болмайды. Сондықтан сіздер университетке, колледж болсаң университеттерге, қысқасы жан-жаққа сіздер хабарласыңыздар. Ал енді міне мен сіздерге реальный режимде отырмын, е? Мен жерде қазір жазалам міне. Мен реальный режимде отырмын. Е? Сәлем деп қойдым мен. Мынағанда міне сәлем деп қойдым. Міне реальный режимде отыр, мені бұлар естіп отыр, мені көріп отыр, менімен жұмыс істеп жатыр. Және бұған өздерінің аналитиктер бар. Бұл өте үлкен мәселе, бұны кейін көреміз. Міне жерде қазақша, орысша, ағылшынша сіз бірінші аннотация жазасыз, аннотация. Енді көпшілігіңіз абай торпақтарына қатыстыңыздар. Аннотация жазу оңай ғой, е? Оны сөзбен есептегенде, енді кәдімгі бір ақ парақты 14-ші шрифтпен алсаңыз, соны жетпесе бір парақ болады. Міне соны оған тіркес. Біз негізінде біз бір текст алып қояйын мұны жерге. Міне мысалы қазір. Тексті алсам, бұлар тексті бұлар қойдыртпайды. Қазір мен бір неге кіріп көрейін. Айталық, міне бір Word файлын алып, мен текст алып қойып көрейін, бұлар недер екен. Мысалы, міне мына тексті мен алдым, копировать еттім, жаптым. Және мен өзім базама келдім, міне базаға қойып көрейін. Текст қойылды ма, кім, Назерке? Текст қойылған жоқ, е? Текст қойылмаса, Ctrl-V деген бар, Ctrl-V деген бар. Міне Ctrl-V деген көрдіңіздер ма? Тағы да көрсетейін бе, болды ма? Иә, көрінді. Иә, көрдік.
Бұл текст сіздерге кіргізбейді, олар текст сіздерге мынадарға кіргізбейді. Сізге кіресіз, реальный режимға кіресіз. Міне егер мына қолыңыздан жазсаңыз, мына қолыңыздан жазсаң, бұл сіздің ағы төл тума. Міне жерде айтып тұр. Абстракт дейді, реферат дейді, реферат. Қазақша жазу керек дейді. Рефератты қайдан аласыз? Реферат деген сөз, онда сіз жалпы сізде қандай мақсат қойып отырсыз? Мақсат көп ол. Мен айтайын, бүйтем деген ол мақсат емес, ол мақсат нақты бол керек. Бұл жерде сізде нақты бол керек. Мысалы, мына менің жоба, бұл жоба әлі өткен жоқ. Мен жылда осы жобамен қатысам, бұл жоба өтпейді. Өткені бұл енді кішкене жалғыз ғана маған байланысты емес, бұл жобаға мысалы Таскескеннің күнге тарбағатайдағы Таскескеннің оңтүстік батысындағы петроглифтерді цифрлық фиксация жасау дейді. Цифрлық фиксация. Мен енді барлық петроглифтер деп айтып отырған жоқпын. Мына күнге тарбағатайдағы оңтүстік батысындағы петроглифтерді цифрлық фиксация деп болды. Цифрлық фиксация деп қойды. Бұл жай сіздерге не? Бұл өте нақты болу керек тақырып. Сіздерден сұрайды. Күнге тарбағатай десе, ол географиялық атап, оңтүстік батыс ол бағыты, Таскескеннің тұрған жері, петроглифтер ол айталық қола дәуірдегі ескерткіштер. Ал енді сіздің ғылыми жаңалығыңыз оған осылардың мынадарының бәрі картада бар. Ғылыми жаңалық соларға цифрлық фиксация. Міне қазақша жазасыз, сосын орысша жазасыз, енді оны ағылшынша келтіресіз. Енді міне жерде сізде мақсат деп қойыпты. Тағы да қайталап айтамын, міне жерде егер сіз бір текст алайын мен, тексті алдым да, мен бұл жерге бүйтіп қойып көрейін. Кез келген жерге. Міне тексті қойдым. Тексті қойып едім, текст түспей қалды. Міне екінші рет басқан кезде текст түсті. Немесе оны Ctrl V дегені сол бағдарламамен түсіруге болады. Бірақ менің текстім бұнда тұр қояды. Ал бұның енді көптеген жәнегі мәселелері бар. Айталық, міне егер ең басты ақпарат дейді. Басты ақпарат сіздерге сұрап тұр. Қазақша тақырыбы қалай, орысша, ағылшынша қалай, және бұны қашан бастадыңыз, және бұны грантқа сіз қашан қатысасыз. Міне жерге мен өзімнің қажетімді жаздым, бірақ бұлар қабылдамайды. Қабылдау үшін мына жерге мынаған тіркейді, міне жерге келген уақытта енді біз реальный режимге келдік. Айталық, міне жерде бізге не жетпей тұр. Кез келген баса саламыз. Мысалы, міне мынаны басамыз. Мына жерде біз өзімізге қажетті ақпараттарды қоса алады екенбіз, қараңыздар. Әрине бұл ақпараттар реальный режимде жазылады, сосын тіркеледі. Егер тағы қосымша десеңіз, екіншісін басасыз. Бұлда бірден жерде көрсетіп жатыр. Қалай толтыру керек, қандай мәселелер болу керек деген сияқты. Мынағанда сол сияқты қосамыз, мынағанда қосамыз деген сияқты. Енді бұл жерде қандай проблемалар бар? Бұлай қараса қиын сияқты.
қиын сияқты. Мысалы, кез келген біз нүктені басайық, иә? Бұлай деп айтады, мысалы. Негізгі ғылыми зерттеу жұмысындағы негізгі бағыттар. Міне жандағы мына түймешені баса салсаңыз, міне бірден сіздерге нені көрсетеді. Я қай бағыт. Біздіге негізінен, мысалы, менің зерттеп отқан тақырыбым мынау. Исследование в области социальных и гуманитарных наук дейді. Сосын, егер сіздер ана басқа, математика, кибернетика, немесе ақпараттық технология, ақпараттық технология болу керек. Міне сол сізге қажетті нені басасыз. Мына жерде енді оның негізі бағытын көрсетеді. Мына жерде оның негізі бағытын жазасыз. Айталық, әлеуметтік мәселе, гуманитарлық мәселе десе айталық. Не деп жазуға болады мысалы? Этнография деп жазуға болады, немесе айталық экожүйедегі әлеуметтік проблемалар деп айтуға болады. Міне осылай бұны толтырасыз. Толтырғаннан кейін, мысалы, міне сіздерде қараңыздар, сіздерде міне бірнеше бағыт көрсетіліп тұр. Мынаны толтырғанмен бұнымен бұл аяқталмайды. Сіз енді екінші бағыт көрсетесіз. Мына жерде сізге не дейді? Мына жерде сіз қандай, өзіңіздің ғылыми жобаңызды дейді, қалай бағалайсыз дейді. Яғни ғылыми жоба, оған командировкасы, яғни қандай адамдар тартасыз. Егер сіз жас ғалым болсаңыз, мысалы, университет, институттарда адамдарды тартасыз. Сосын сізге қандай керек жарақтар керек, мысалы. Айталық, компьютер, соның кейін басқа да орг техникалар. Енді міне жерге енді сіздер басқа мамандар тартасыз. Мысалы, бұл жерге кімдер керек? Міне жерге айтып отыр, сіз арнайы енді көптеген мамандар бар ғой, мысалы, сіздердің өз туыстарыңыз болуы мүмкін, немесе бухгалтер болуы мүмкін. Міне олар осыны өздері сіздердің мына университеттің бір жылға қандай жоспар құрып отырады. Мына жерде бәрі қайтадан толтырылады, жазылады. Сосын осы ғылыми топ болса, оған топта неше адам? Оның жетекшісі. Бірақ бізде мына жерде не деп тұр? Жас ғалым деп тұр, жас ғалым деп тұр. Не редактировать дегенде енді бассам, бұлар қазір мені қабылдамауы мүмкін, соны басып көрейін. Ол мені қабылдаған жоқ. Солай ғой, неге қабылдаған жоқ? Өйткені біз оған ештеме толтырған жоқпыз. Мына жерге біз ештеме толтырған жоқпыз. Біз жерге міне толтыруға болады. Тағы басқа мәселелерді айланыстыруға болады. Енді келесі топта міне бұны ары қарай жалғастыруға болады екен. Міне, енді осы ғылыми топ болса, ғылыми топтың мүшелері. Мына жерде топ мүшелері. Мысалы, менде міне бір адам жазылып тұр, сіздерде 5 адам. Міне мынаған реальный режимде мынаны басасыз. Енді міне мына жерде шыға келді, мысалы, Қойшыбаева деп. Мысалы, менен сені жазуыма болады, Қойшыбаева. Назерке деп. Міне Қойшыбаева. Енді ары қарай мен жаза берем, енді оны жазудың қажеті жоқ, өйткені бұл бірден ана базаға кетіп қалады. Сондықтан бұл жерде 5 адамның олардың жастарына қарайды. Бұл жерде бірнеше бізде көп нелер сұрап отыр, талап етіп отыр. Researcher дейді, Researcher ID деген бар екен. Мысалы, енді бұның бәрі бір тақырып қой.
Айталық, мен біздің қар уақытымыз аяқталып қалды. Сіздер сұрақтарыңыз болса маған айтып отырыңыздар. Мысалы, базада мынандай не бар? Scholar деген бар. Scholar деген. Жаттап алыңыздар, міне Google Scholar деген бар. Сонда Google Scholar'ға міне кіресіз. Кіргеннен кейін, мысалы, менің мақалалары, мен оның айталық. Менің кәдімгі рейтинг дейміз бе, рейтинг, ғылыми рейтингті осылай қарайды ғой қазір. Менде ғылыми рейтинг кәдімгі көп емес енді, біраз болса да көтеріліпті. Міне индекс Хирша деген тұр. Индекс Хирша бойынша менде екі адам маған сілтеме берген екен. Бұл енді индекс Хирша негізінен шетелдік ғалымдар. The History of Republican Children's Social Organization, Pedagogical Science. Мысалы, міне осында осы жобаға кіретін болсақ, міне кімдер тіркелген, кімдер маған не жазды екен баяғы, сілтеме берді екен. Міне жерде екі адам деп тұр. Екі адам. Біріншісі міне Омаров дейді, Алиева дейді. Біреуі мына ресейлік болу керек, екіншісі Кипр. Турция, Грецияның ортасында тұр ғой. Міне осындай дүниелерде бізден сұрайды. Келесі бізде мынандай сұрайды. Ана жерде және тұрды ғой, Орсит деген нәрсе тұрайды. Сіздерге қиын болып тұрған түсінем, өйткені осыған бұл енді әлі талай жалғасады ғой. Өйткені қай жері сіздерге түсініксіз болды, қай жеріне сұрақтарыңыз бар, соны жазып алыңызға болады. Бірақ мына жәнегі индекс Хирша мен жәнегі мына Орсит дегенді мен сіздерден айтып, не үшін сұрап тұрмын. Мысалы, қазір мынаны біз gmail.com арқылы мен Орситке кіре аламын, Sign and register дейді, сенің регистрация мен өтіп қойғам. Бірақ мына жерде қараңыздар. Орсит бұл халықаралық жәнегі үлкен орталық, сіздің ғылыми еңбектеріңіз. Бірақ бұның ішінде міне Facebook тұр, сөзін Gmail тұр. Негізі Gmail өте дұрыс. Gmailға кіріп, менде екеуі шықты, яғни 1961 мен кіріп көрейін, өйткені бұлар маған доступ береді. Бұл да енді тағы да біз кейін қайталаймыз. Міне маған бұлар доступ берді. Міне бұл өте үлкен жетістік, бүгінгі таңда. Міне маған доступ берді. Бұл енді халықаралық журналдар, кітаптар деген сияқты. Міне Гүлмира Төлешева дейді. Төлешева, Гүлмира, сіз кірмей отырсыз. Тыңдап отырсыз ба? Міне мына Орситті алып алсаңыз болады, сосын мына Google Scholar, Google Scholar, осы екеуін қарабаңыздар, осын жақсылап тұрып оқыбаңыздар. Google Scholar'ға өзіңіз тіркелуіңізде болады. Мысалы, міне Google Scholar менікі жай не ретінде кетті, автор ретінде. Ал енді өздеріңіз өз жобаларыңызды осыған тіркеп, өз ойларыңызды, өзің мәселелеріңізді толық айтсаңыздар болады. Енді бізде міне бір жарым минут уақыт қалыпты. Енді бұл бірінші, ең бастамасы кіріспе. Енді бұдан былай қарай бізде анандай сен, мен деген жоқ, енді бұдан былай бізде нақты болады.
Сізге қай бағыт керек? Қай бағыт? Мысалы, климаттық өзгеріс, немесе ақпарат, цифрлық трансформация деген сияқты. Енді қысқаша айтқанда осылай. Енді мына жерде мен халықаралық жобаларды айтайын деп едім. Енді оған халықаралық жобаға бізде енді оған уақыт шектеулі болып қалды. Не халықаралық жолда Data Science Finance Project дейді. Міне жерде не істеу керек? Қандай критерийлер бар екен? Анализ жасау, оны басқару, оның мақсаты, міндеті және оны жүргізу деп аталады. Сонымен біз енді мына бірінші өзіміздің дәрісімізді аяқтаймыз. 1 минут қалды. Қандай сұрақ бар ма? Қысқа нұсқа айтып өтейік. Кешіріңіз ағай, біз анада Шемякинадағы номер 1 педколледжде 2 участник қатысқан едік. Сол бойынша дипломға келген сәтте сіз болмай қалдыңыз да, сіз өзіңіз әкеп береміз деп едіңіз. Сол жетекшім сұрап жатыр.